Мәдениеттің бір саласы материалдық мәдениет. Материалдық мәдениетке халықтың күнделікті тұрмыс қажеттілігін өтейтін, өмір сүруді қамтамасыз ететін бұйымдар мен оны өндіруге керекті құрал жабдықтар жатады. Соның бірі көшпелілердің материалдық мәдениетінің ең жоғарғы үлгісі киіз үй. Киіз үй көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайында қолайлы құрама үй. Оны көлеміне байланысты бірнеше бөліктерге бөледі. 8 және 12 қанатты үйлерде хан мен сұлтандар тұрады. 6 қанатты үйлерде ауқатты байлар, 4 қанатты қараша үйлерде қатардағы шаруалар тұрған. Ал кедейлер шанышпа уықтар мен шаңырақтан құрылған лашықтарда тұрған. Киіз үй шаңырақ, кереге, уық және сықырлауық есіктен тұрады. Шаңырақ киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі. Оның пішіні күмбез тәріздес. Ол уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Шаңырақ бірнеше бөліктерден тұрады. Тоғын, күлдіреуіш, көз. Шаңырақ киіз үйдің аса қасиетті бөлшегі. Шаңырағың шайқалмасын, шаңырағың биік, кереген кең, босаған берік болсын деген жақсы тілектердің барлығы дәл осы киіз үйге байланысты айтылған. Кереге киіз үйдің қабырғаларын құрайды. Керегенің көктеліп біткен әр бөлігін қанат деп атайды. Керегенің бас санына қарай уық саны азайып немесе көбейіп отырады. Уық кереге басы мен шаңырақты ұстастыратын ағаш. Ол сәмбі талдан жасалады. Уықтың кереге басына байланатын жағы жалпақтау болады. Оны доғалай дейді. Имектеу болып келген тұсын уықтың иені деп атайды. Уықтың жоғары түзу жағын қары, шаңырақ көзіне сұғынатын 4 қырлы ұшын қаламы дейді. Уықтың кереге басына байланатын жағын тесіп бау өткізеп, оны уықпау дейді. Киіз үйді тігу үшін ең алдымен ауыл азаматы сықырлауықты құрып ұстап тұрады. Одан соң оң босаға жақтан бастап кереге керіліп байланады. Кереге құрып болған соң бақан мен шаңырақты ортаға көтереді. Осы кезде қыз-келіншектер уық шаншып байлай бастайды. Уық шаншылып біткен соң керегенің іргесінен уықтың ортасына дейін киіз туырлық, одан кереге басынан шаңырақтың тоғанына дейін киіз үзік, шаңырақты бастыра түндік, сықырлауықты жауып киіз есік жабылады. Киіз үйдің сүйегін бір-бірімен ұластыру мақсатында бау құрылар қолданылады. Қазақтар киіз үйдің ішінде ерекше безендірген. Киіз үйден қазақ халқының аспан әлеміне, есептеу жүйесіне, экономикалық біліктілігі, мәдениет пен өнердегі талғамын көруге болады. Киіз үйі тек баспана ғана емес, ол сәулет, құрылыс, сурет, қолөнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын таңғажайып туынды. Киіз үй ағаш, киіз, ши, ішінара күмістен құрастырылған әрі жылжымалы құрылыс түріне жатады. Ал мемлекетіміздің ел таңбасында шаңырақ ел таңбаның жүрегі. Шаңырақ өз нұсқасымен әлемнің тұтастығын бейнелейді. Шаңырақ мемлекеттің тірегі болып саналатын отбасының нышаны ретінде бейнеленген.